Талдықорған қаласының іргесіндегі Мұқыр ауылында тұратын көп балалы ана Перу лала гүлін өсіру ісін қолға алды. Гүлтанушылар әдетте альстрометрия деп аталатын бұл гүл түрін достық пен сыйластықтың символына балайды. 5 баланың анасы Балжан Нүсіп біраз уақыт бұрын өзінің шағын жылыжайын ашып, осы көп жылдық өсімдікті өсіруге бел буған. Тарихи отаны Оңтүстік Америкасы деп есептелетін бұл гүлдің ең басты ерекшелігі ұзақ сақталатындығында. Сабағынан үзілгеннен кейін де оның түйіндері бір ай бойы гүл атып тұра береді. Жылыжай әзірге көмірмен жылытылады. Болашақта табиғи газ кіргізгілер келеді. Өйткені ондағы ауа температурасы плюс 10 градустан төмен болмау керек. Балжанға бұл істе сабақтан бос уақытында балалары мен енесі көмектеседі. Соның арқасында шағын ғана ауылдағы осы жылыжайда гүлдердің алуан түсі жайқалып тұр. Жылыжайға келіп, гүл жылам, теплицаның төбесін жауып, апама көмектесем, арам шөптерді жылам, сосын күлдерін шығарам, оттарын жағып көмектесем. Көп балалы отбасы болғандықтан біз осындай балаларымызды еңбекке баулу мақсатында осындай жылыжайды ашып, өздерінің еңбегін, өздерінің нандарын адал табуды мақсат етіп отырмыз.